Өзін өзі тану оқушы мектеп табалдырығын аттағаннан бастап оқытылатын пәндердің бірі. Өзін өзі тану нағыз адам болудың сыры мен қырын үйрететін пән. Нағыз адам болу отан алдындағы борышыңды өтеу, адами қарым-қатынасының, қоршаған ортамен үйлесімділігің. Пәннің мақсаты білім алушының өзін дұрыс түсінуіне, дарындылығы мен қабілеттерін дамытуға, өмірдің мәнін ұғынуға және өмірден өз орнын таба білуге көмектесу. Еліміздің болашақ жас ұрпақтарын жан-жақты дамытуда өзін-өзі тану сабақтарының орны ерекше. Сабақта пән мұғалімі әркімнің жан дүниесін тануына, әлемге көз жүгіртіп, мейірімділік жасауға бағыттайды. Сабақты қызықты өткізу түрлі әдіс-тәсілдерді қолданатын мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Өзіңді өзің танысаң, істің басы деп шәкәрім айтқандай, өзін-өзі тану пәні арқылы балалар өмірде кездесетін түрлі жағдаяттарды шешуге, өз ойын ашық айтуға, пікірін, сезімін, көңіл күйін жеткізе білуге, өз мүмкіндігін жүзеге асыруға, адами қарым-қатынас жасауға, денсаулығын сақтауға, жақсы қасиеттерін ашуға үйренеді. Өзін-өзі тану пәні мәні жағынан оқушылардың қабылдау, түйсіну, білім, өз орындарын табу, білік дағдыларын іште тұтастырып, оларды еркін қолдана алуға үйретумен ерекшеленеді. Бұл пән оқушының